Ә Еспаев 1925 жылы 25 қазанда Қостанай қаласында дүниеге келген. Бір дәуірді әнімен тербеген көрнекті композитор. 20 ғасырдың 50-70 жылдары шырқалған оның әндері әлі күнге дейін халық жадынан өшкен емес. Қазақ эстрада өнеріне 60 жылдары келіп қосылған таланттар шоғырының арасында соңына өлмес туындылар қалдырған Ә Еспаевтың есімі айрықша аталады. Оны замандастары қазақ әнінің маршалы деп бекер атамаса керек. Тұтас бір дәуірдің ұрпағы оның әндерімен өсті. Сол заманда қазақтың басына қасірет болып төнген қолдан жасалған ашаршылық оны туған жерінен еріксіз айырады. Соғыс аяқталған соң Ә ерге оралып, ауылда ұстаздық қызметпен айналысады. Бойына туа біткен талант оны ақыры музыка әлеміне қарай бұрды. Алғашқы әндері туған елі мен жұртының жадында жатталып қалды. Сұрапыл майданда жүріп, санасында сайраған әуендер бірте-бірте өмірге келе бастайды. Сол тұста Сырбай Мәуленов те оның өнері туралы жыр арнап әніне сөз жазды. Арман қонған Ә өнердегі ұлы сапарын осылай бастады. Жүрек қылын әуенмен тербеген композитордың тағдыр жолы енді Алматыдағы қайнаған өнер ортасында жалғасты. 50 жылдардың алғашқы жартысынан бастап қазақ ән жанрына жаңа леп қосылды. Бұл лепті әкелген сол кездегі қазақ халқының ұлы композиторы Ә Еспаев болатын. Оның Маржан қыз, жастар мерекесі, шофер келді қырманға, жылқышы, қыз қуу, әлі есімде, жайық қызы, ортеке, ұстазым, бейбітшілік сақталады, аққуым, қайдасындар достарым, орамал, сағыныш екен бала кез және тағы басқа әндері халық арасына кең тараған.